Сәлеметсіздер ме әріптестер? БЖБ, ТЖБ талдауды қалай жасаймыз деген сұрақтарды қойып жатыр екен әріптестер. Соған жауап беріп кетейін. Күнделік кезекте ол есептер бөлімінде көрсетіп тұр. Есептер бөлімін басамыз. Мінекей осы жерде міне БЖБ, ТЖБ талдауы. Басамыз соны. Мінекей енді 1-90. Келесі пәнді таңдаймыз. Қазақстан тарихы. Сосын сыныпты таңдаймыз. Сосын есепті құрастыру. Мінекей БЖБ, ТЖБ талдауы сіздерге беріліп тұр. Енді бұны экспорттау дегенді бассаңыздар сіздерге жүктеледі. Мінекей мынаны. Мінекей мына жаққа жүктеліп жатыр. Мінекей 11-ші, бүгін 26-сы. Мінекей жүктелді. Енді ашамыз. Мінекей біздің БЖБ талдауымыз мінекей шықты. Мінекей 1-90 Қазақстан тарихы пәні бойынша БЖБ, ТЖБ талдау нәтижелерін талдау. 11-ші сынып, міне оқушылар саны, мұғалім, мақсат, есеп БЖБ және ТЖБ нәтижелерін талдау. Мінекей БЖБ, ТЖБ қанша оқушы қатысты, максималды балл үлгерімі және мына жерде нәтижелерді талдау білім алушылардың мынандай білім деңгейін көрсетті. Төмен, орта, жоғары оқушылардың аты жөнімен жазылып тұр. 2023-2024 оқу жылы 1-90 бойынша бірінші пәні Қазақстан тарихы, сыныбы 11-ші, мұғалімі нәтижелерінің талдауы. Күнін жазасыздар. БЖБ, ТЖБ қай күн алдыңыздар? 26-сы, 10-шы ай. Міне оқушы санын жазасыздар. БЖБ-да қанша оқушы? Мысалы 13 оқушы. Алынған мерзімін бағана жаздық. 26-шы қазан. Жоғары балл 20. Бізде бір БЖБ, бір ТЖБ. Яғни осы жердегі бана өзіңіздің Excel-ден көшіріп алғаныңызды қарап отырып толтырасыз. Білім сапасы, білім деңгейі және үлгерімі. Осылай толтыра бересіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пайдасы тиіп жатса, түсінікті болса, менің каналыма өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.